Сәлем, менің каналыма қош келдің. Бүгін осындай пышный юбка тігеміз. Фатин матасынан 1 жас және 3 жас аралығындағы қыздарға болатын размердегі юбканы тігеміз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеліп кетіңіздер. Бұл юбканы тігу үшін 1 метр фатин, жарты метр атлас матасы және ені 6 сантиметрлік резинка қажет. Алдымен сіздерге шағын түсіндіріп кетейін. Бізге осындай фасон қажет. Бұл юбка 3 жасар қызға арналған. Юбканың жалпы ұзындығы 32 сантиметр болу керек. Бел айналымы 55 сантиметр. Мендегі фатин матаның ені 150 сантиметр, ұзындығы 1 метр. Енді фатин матаның ұзындығынан емес, енінен ұзын етіп қиып аламыз. Алдымен осылай, дәл видеодағыдай қайырып алыңыздар. Барлық шетін теңдей етіп дұрыстап шығамыз. Мен 4 қабат етіп ыңғайлап қойып алдым. Енді осы жерді және оны үстіне бір қайырып қабаттап аламыз. Тез қию үшін осылай қабаттап аламыз. Бізге керекті ұзындық 26 сантиметр. Жан жағына белгілеп болған соң, бір сызық етіп қосып сызып шығамыз және оның үстінен қиып шығамыз. Сызықтың бойымен қиып болған соң, матаны ашып, үстіңгі шетін және қиып шығамыз. Қиып болған соң, жаңағы матадан ауысқан шетін дәл соны бір-бірінің үстіне қойып, қиюға ыңғайлы етіп қайырып аламыз. Көп қабат етіп, теңдей қылып бөліп шығамыз. Матаның астыңғы бөлігін екіге бөліп алдым. Енді матаның үстіңгі бөлігі, яғни ең үлкен деталін ашып аламыз, бір қабат етіп. Жаңағы қиған кішкентай деталімізді дәл солай ашып, екі деталімізді бір-біріне қосып тігіп шығамыз. Екі кішкентай детальді қосып тігіп алдым. Енді оларды сборка қылып бүріп аламыз. Арнайы лапка қолдану шарт емес, универсальный лапкамен-ақ әдемі сборка шығады. Отырып осылай матаның екі шетіне ұстап, ысырып отырыңыздар, сонда сборкаңыз әдемі болып жиналады. Мен бұл тігісті ширинасын ең үлкеніне 4-ке қойдым. Себебі біз бұны қазір жинап шығамыз, сол кезде тез жиналу үшін үлкен тігіске қою керек. 26 сантиметрлік детальдің екеуін қосып аламыз. Жаңағы кішкентай тіккен деталімізді етегінің шетіне қоямыз. Алдымен ортасын тауып аламыз, екеуінің де. Ортасын бір-бірінің үстіне қойып, булавкамен қадап шығамыз. Барлық шетін тігіп алуға ыңғайлы етіп, булавкалармен қадап шығамыз. Сборкамыз артық болып кеткен жерлерін жіпті тартып дұрыстап шығыңыздар. Енді осы сборка тіккен тігісіміздің үстінен, дәл соның үстінен тігіп шығамыз. Тігіп болған соң, енді біз осының үстіңгі бөлігін бүріп шығамыз. Бұл юбканың бел жағында тұрады. Осылай бүріп аламыз.
бір жіпке тізіп бүріп шығамыз. Фатин матамызды дайындап болған соң юбканың астарын тігеміз. Юбканың астарын атлас матасымен тігем деп шештім. Кез келген мата қолдансаңыздар болады. 27 сантиметр етіп белгілеп шықтым. Сызықтың бойымен қиып шығамыз. Атлас матасының ені 150 сантиметр. Кромкасын алып тастап, оң бетін бір-біріне қаратып, тігіп шығамыз шетін. Тігіс түсіріп, және оның шетін зигзагпен обработка жасадым. Енді матаның төменгі жағын 4 сантиметр етіп қайырып, тігіп шығамын. Астыңғы бөлігін тігіп болған соң, үстіңгі бөлігін де сборка жасап шығамыз. Бір жіпке тізіп, бүріп шығамыз. Осылай қолмен тартып, бүріп алыңыздар. Барлық шетін бүріп шығамыз. Осы бүргенімізді мен 32 сантиметр етіп қалдырдым. Себебі бел айналымы 55 сантиметр еді. Бел айналымынан 10-15 сантиметр қосып шығамыз. Фатин матамызды да дәл солай бүріп аламыз. Және оны да дәл солай 32 сантиметр етіп бүріп шығамыз. Яғни бұл екі қабат етіп тұрғанда 32 сантиметр, ал егер бір қабат ашық болып тұрса, 64 сантиметр болу керек. Менде қазір фатин матасы бір қабат болып тұр, шетін әлі қосқан жоқпын. Сол себепті мына жерде өлшеген кезде 64 сантиметр шықты. Енді осы фатин матамыздың шетін қосып тігіп шығамыз. Фатин матамыздың оң терісі жоқ, дәл солай дөңгелетіп қойып, үстіне атлас матамыздың оң бетін астына қаратып, үстіне қойып шығамыз. Фатин матамыз бен осы атлас матамызды булавкалармен шетін қадап шығамыз. Булавкалармен шетін қадап болған соң, резинкамызды қиып аламыз. Резинканың ұзындығын 42 сантиметр етіп қиып алдым. Бел айналымынан 10 сантиметр кем қиып аламыз. Резинканың шетін қосып тігіп шықтым, және оның шетін зигзагпен обработка жасадым. Енді біз осыны оң бетіне айналдырамыз. Резинкамызды шетіне қойып, булавкалармен қадап алсаңыздар да болады. Бір шетін ғана қададым. Алдымен закрепкамызды қойып, резинкамызды тартып отырып тігіп шығамыз. Соңына дейін тартып отырып тігіп шығамыз. Резинканы тігіп болған соң, астыңғы фатин мен атлас матасының шетін зигзаг тігісімен обработка жасадым. Енді юбкамыздың барлық шетін жақсылап үтіктеп шығамыз. Осылай көтеріліп тұрған шетін төмен қарай қайырып, үтіктеп шықтым. Осы процесстен кейін біздің юбкамыз дайын. Өте әдемі пышный юбкамыз дайын болды. Каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз.